Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таңертең. Сабақтың мақсаты таңертең қандай ас ішетінін айтады, ү дыбысын таниды, дұрыс дыбыстайды, жаза алады. Ү дыбысы кездесетін сөздер қатарын толықтырады. Таңғы ас туралы сұхбатқа қатысады, сұрақ қойып өз қалауы бойынша сұрақтарға жауап береді, басқа да азық-түлік атауларын атай алады. Сабақта үйренген құрылымдарды өмірлік жағдаяттарда еркін қолданады, ү дыбысы кездесетін сөздік қатарды толықтырып айтады. Сөздік жұмыс. Жаңа сөздер. Таңертең, утром, ішемін, пью, жеймін, ем, кушаю, ботқа, каша, ішпеймін, не пью, жемеймін, не ем, не кушаю. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала, оқы, сүт, ботқа, нан, айран. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең ботқа жеймін. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала, толықтырып айт. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең шырын ішемін. Мен таңертең ботқа жеймін. Мен таңертең нан жеймін. Таңертең. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді аяқта, толықтырып сөйлес. Мен таңертең сүт ішемін. Мен таңертең ботқа жеймін. Мен таңертең жұмыртқа жемеймін. Мен таңертең кәмпит жемеймін. Сұрақтарға жауап бер. Төртінші тапсырма. Өз ойыңды айт. Сен таңертең не ішесің? Сен таңертең не жейсің? Бесінші тапсырма. Жіктік жалғауларын жалғап айт. Мен шырын ішемін. Сен шырын ішесің. Ол шырын ішеді. Олар шырын ішеді. Біз шырын ішеміз. Сүт, ботқа, нан сөздеріне жіктік жалғауларын жалға.